Алла осы тәуелсіздігімізден айырмасын. Әрқайсыңызға басым дейіп, алғысымды айтам. Осындай игі бастаманың басы-қасында жүргендеріңізге. Бұл іс бұдан ары қарай тоқтамайды. Алла қарекет қайырымдылық қорына амандық берсін. Құдай қаласа амандық болса, ел тынышта, бейбіт заман болса, Құдай қаласа әлі бұл іс-шараларымыз әлі қалай жалғасын табатын болады. Сондықтан да бүгінгі 374-ші үйдің кілтін табыстау Алла маған бұйыртқан екен. Сондықтан да ортаға шақырып, қуанышты бөліссең, көбейет деген қазақта сөз бар. Сондықтан да сіздерге рахмет. Осы азаматтардың, азаматшылардың қуанышын бөлісіп келіп отқандарыңызға. Сондықтан да мен ортаға 374-ші үйдің кілтін табыстау үшін осы үйдің егесі, 4 баланың анасы Жаппар Сабираны шақырдым деп отыр. Қошеметтеріңізбен келіңіздер. Құрметті достар, қошеметтер қоятын Сабира ханымды ортаға шақырайық. Музыкалық марапатпен ортаға. Аспанат, құтты болсыңыздар. Көзге жас екі уақытта келеді ғой. Біреуі қуанышта, біреуі қайғыда дейді. Бірақ бүгінгі көздің жасы бұл қуаныштың жасы. Сондықтан да бір қошеметтеп қойыңыздар. Бөлісіңіздер қуанышпен. Құдай қаласа баспанаңыз құтты болсын, берекелі болсын. Сол шаңырақтан Құдай қаласа ел басқаратын, ел билейтін, билеп шықсын, бей шықпаса бей қонатын үй шықсын. Құдай қаласа сол шаңырақта той болсын. Құтты болсын, қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет.